Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Кахот арнасы. Мен қазір сіздерге обложка жасау жолдарын көрсететін боламын. Яғни Инстаграмға обложка, ютубқа обложка, жалпы басқа да жерлерге осындай обложка қоятын болсаңыздар, осы приложение арқылы жасасаңыздар болады. Ол приложениенің аты PicsArt. Бұл енді ноутбукпен жасасаңыздар, жаңағы Adobe деген, Photoshop дегендер бар ғой, осының телефондағы варианты десем де болады. Жақсы, өте ыңғайлы. Қазір мен ешқандай нәрсені дайындап қойған жоқпын. Давайте сіздермен бірге жасап көрейік мыналар жаңағы түсірген сабақтағы. Енді мен примерно қоя салайын біреуін. Ең бірінші сіздер бұл жерде артқы фонды таңдап аласыздар. Ол арттағы фонды таңдау үшін мына жақта жанға жылжытсаңыздар V квадрат деген шығады. Мінекей осылай басасыздар, сөйтесіздер да мынаны алып тастай саласыздар. Давайте мен қазір ютубқа обложка жасап көрейін. Осыған қарап сіздер де жасай бересіздер. Артқы фонды примерно осылай қоюға болады, немесе фото дегенмен или фон дегенмен осылай қоя беруге болады. Енді мен фото дегенге кіріп, мыналардың біреуін қойсам болады, немесе мына жақтан іздесем де болады. TikTok деп мысалы. TikTok деп іздеп көре салайын. Ондай әртүрлі өздеріне соған лайықты примерно фондар шығарып береді. Енді іздеп отырғым келіп тұрған жоқ, мен енді примерно ала салайын біреуін. Мына біреуін ала салайын. Сөйтіп сәл бит бұлыңғырып қойсаң да болады. Мінекей осылай бұлыңғырып қоя салайын. Сақтадым. Сөйтіп енді өзіме керекті форматты таңдап аламын. Ол үшін мына жерде инструмент деген басып, обрезать дегенді басасыздар. Сөйтіп жанға жылжытсаңыздар YouTube деген шықты. Мінекей YouTube таңдап аласыздар да мына жерде керекті жеріңізді аласыздар. Мен мына жерде ала салайын. Енді өзімізге керекті суреттерді қоямыз, тексттерді жазамыз деген сияқты. Ол үшін біздер мына жерде жанға жылжытсаңыздар, добавить фото деген бар. Соның үстіне басасыздар да өзіңізге керекті фотоны қоясыздар. Енді мен бір фотоны қоя салайын. Қандай фото қойсам болады? PicsArtқа кірейін да. Давайте мына фото дей салайын. Осы фотоны қоюым керек. Ол үшін мен мына адамның өзін ғана қиып алуым керек. Ол үшін мына жақта қайшының сурет тұр. Соның үстіне басасыздар да. Мына жерде барлығы көрсетіп тұр. Человек деген басаңыз, тек қана адамның өзін ғана қиып алады. Ол енді фотоның качествосы жақсы болғанына байланысты кейбір суреттерді ол адамды дұрыс қимайды. Ал егер дұрыс қимай жатса, астың жағында контур деген бар, осыны басып, бүйтіп адамды өзін бүйтіп қырқып аласыздар деген сияқты. Енді мен человек деген баса салайын. Осылай әдемі ғана қиып тұрған сияқты. Готовы деп мінекей осылай сақтап аласыздар. Примерно мына жанға, егер ютубты жасайтын болсаңыздар, суретті мына жағына қойғанға қарағанда мына жағына көбірек қойыңыздар. Өйткені мына астыңғы осындай жерлерінде астыңғы жағында не шығып тұрады, жаңағы жазушы 15 секунд, мысалы 1 сағаттық кино деген сияқты астыңғы жағына жазылып тұрады. Сол жерде текст жазатын болсаңыздар құртып жіберуі мүмкін да. Осылай осы бет жаққа қоя беріңіздер көбіне. Арт жағына тең қоямын дейтін болсаңыздар, осылай теңді қоса бересіздер. Сосын граница қоямын дейтін болсаңыздар, граница деген басып мынандай қылып істесеңіздер де болады. Кішірейтіп ағартып, немесе цветтерін өзгертіп былай. Сақтап, примерно осылай сақтай салайын. Жалпы сосын жанына текст жазатын болсаңыздар, примерно қандай текст? TikToktан ақша табу ма? Жаза салайын. Негізінде тексттің ең жақсысы латын әріптерімен жазылған тексттер, өйткені сол әдемі шрифттер шығарып береді. Енді біз қазақша жазғаннан кейін ондай тексттер көбіне ыңғайсыз болып жатады. TikToktан деп бір қоя салайын. Осыны жасап алайын бірінші. Примерно мына жақта көбіне көп келе бермейді мынандай нелерше. Бұлардың барлығы латын әріптеріне әдемі көп келеді. Сол үшін де латын әріптерімен жазсаңыздар әдемі. Мен көбіне осыны таңдаймын. Астың жағын былай созсаңыздар болады, немесе мына жағын былай созсаңыздар болады. Осылай жазасыз, қоя салайын. Сөйтіп астың жағында так нелерін қояйын, тен қояйын артына. Осылай. Сосын обводка қояйын, мысалы осылай деген сияқты. Ана жазу көрінетіндей қылып. Сосын түсін өзгертсем де болады, мына жерде свет деген бар. Осылай қойып кете бересіздер. Сарғыш түсті ма, или ақ түсті ма қоя салайын, или анамен артындағы фонмен бірдей қоя салайын ба. Бір түрлі қойсақ ақты қоя салайыншы. Или сарыны қойын да.
астыңғы жазуды ақпен жаза салайын. Сөйтейін де мынаны копировать етейін де дәл осылай қойып астыңғы жағына TikToktан ақша табу дейін. Бұның түсін ақ қыла салайын. Деген сияқты примерно. Сөйтіп енді бұл жерге көп нәрсені қоя беруге болады, жанына стикерді басып мына жақтан жаңағы ақшаның суретін, ненің басқа мысалы так деңгей деп ақшалардың суретін қоя салайық. Примерно мынандай суреттер ма или басқа суреттерді қолданамын десеңіздер қолдана бересіздер. Мен енді бірінші сіздерге түсіндіргеннен кейін главный қайсысы қай жерде қайсысы қандай қызмет атқаратынын көрсетіп кете берейін. Тағы да артына фонға қоямын дейтін болсаңыздар осылайынан немесе осылай біреуін ала салайық. Ақша жауып тұрған сияқты істер біреулеріңіз. Ақша жауғанның өзін бұл ақшаның өзін артқы фонға қоюға болады мысалы ше. Ақшаның өзін артқы фонға қоюға болады. Ол үшін үстін басып тұрсыз. Мына төбе жақта мынаны бассаңыз вниз деген бар. TikToktың артына кетіп қалады жазу. Мінекей ақша табу деген уже бетіне шығып кетті. Енді TikToktың артынан шығарып жүріп мінекей осылай. Сөйтесіздер де шамалып етіп бұлыңғыр қылып жүрсеңіздер білінбей кетеді деген сияқты. Мен өсіп қоямын дейтін болсаңыздар егер тағы не қоюға болады бұл жерге. Жан-жана рамка қоямын дейтін болсаңыздар тоже осылай істей бересіздер. Мынандай жарықтар қоямын дейтін болсаңыздар немесе бірдеңе істеп қоямын дейтін болсаңыздар да егер ол жаңағы сіздердің неңізге байланысты ғой. Не жасап жатқандарыңызға байланысты. Енді қатты маңызды емес енді. Әшейін жаза салайыншы. Сосын тағы бұл жерде не жасауға болады тағы. Жалпы бұл PicsArt арқылы көп нәрсе жасауға болады. Бұл жерде енді мен қазір обложка жасау дегеннен кейін тек осы обложкаға қатысты нәрсені көрсетейін. Өйткені бір алдына PicsArt туралы полный обзорды мен түсіргенмін. Мына жоғары жағында тұр. PicsArt дегенге кірсеңіздер, сол жерде барлығын түсіндіріп кеткен болатынмын. Ішінде қайсысы қандай қызмет атқаратыны жерде көп, өйткені қызмет атқаратын же. Мен көп суретті осы PicsArt арқылы жасап отырмын. Сосын мына жерде эффект дегенді басып, тағы да нелерін өзгертсеңіздер болады. Олай светтерін, жарық қосып немесе басқаларын қосып деген сияқты. Егер қанық қыламын дейтін болсаңыз, мынаны басасыз да, эффекттің ішіндегі бірінші түр, үстін басасыз да, мінекей тағы бір көрсетіп жіберейін. Бұны дәл осыны мен алдыңғы неде де көрсеткен болатынмын. Мына екеуін былай жанға жылытсаңыз, үшеуін үстіңгісін былай қойыңыз да, ең астындағысын былай жатсаңыз, жылытсаңыз, мінекей свет шамалы андай қанықтау болады. Бұл кезде енді адамның үсті де қызарып кетуі мүмкін. Ол үшін сіздер біріншісін былай бір жасап алыңыздар да. Примерно адамның бірінші адамды істеп алыңыздар да осылай. Примерно адам осылай болсын деп бір сақтаңыздар да. Екінші рет тағы да дәл істеңіздерші. Мінекей адамның үсті де қызарып барады, артқы фон да қызарып барады да. Енді мінекей осылай артқы фонға жұмыс істесек, осылай қойып адамның үстін өшіре салуға болады. Бетін істеп төбеде өшіргішті басып ше. Қызарған сол кезде кетеді бетіндегі, қолындағы жалпы ше. Осылай істесеңіздер болады тоже. Сосын мына жерде эффекттін басып тағы да қандай жасасаңыздар болады. Мына жақта блюр деген бар, бумага деген бар. Бумагамен осылай әртүрлі нәрселер де бар, күшті. Шумды қосып қойып, мынаны қосып қойып, былай. Осылай істесеңіздер де болады, немесе примерно осылай сақтасаңыздар да болады. Сөйтіп сақтайтын кезде төбе жағында отыр. Осыны бассаңыздар, уже автомат түрде сіздің галереяңызға түседі. Мінекей. Уже YouTube'ға обложка дайын. TikToktан ақша табу деген. Енді дальше қосам дейтін болсаңыздар, басқа фантазияңызға байланысты қоса бересіздер әртүрлі. Жоғары жақтан басқа нәрселер шығарып деген сияқты. Мінекей осылай PicsArt деген приложение. Міне осылай жазылады. PicsArt деген Google Play'дан немесе App Store'дан сақтап алсаңыздар болады. Өте күшті приложение. Мен өзім осыны көп қолданамын. Өйткені суретке түскен кезде де, суреттің качествосын әдемі жақсарту үшін де барлығын осы арқылы жасайтынмын. Алда уақытта тағы да осы PicsArtқа әдемі обзор жасап түсіремін келесі сабақтарда. Енді PicsArtта ішіне обзор түсіретін болсам, ол жерде көп мүмкіндік көп та, өйткені ол жерде жасайтын нәрсе көп. Ол үшін оны әртүрлі бөліп түсіндірмесе, ол кәдімгідей ұзақ видео болып кетеді. Сол үшін де оны келесі алдағы уақыттарда басқа суреттерді әрлеуді немесе басқа жерге шапка істеу, мысалы YouTube'ға шапка істеу, логотип істеу деген сияқты барлығын осы PicsArt арқылы көрсететін боламын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып,
колдоо билдирип кетиңиздер. Мен алдағы уақытта бұдан да қызықты тақырыптарды, басқа да маңызды ақпараттардың барлығын сіздермен бөлісетін боламын. Олай болса келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.